достар, бұл бізде Санеркеннің YouTube каналы. Бүгін бізде сол жаңалық, бүгін бізде Арман апай. Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Сіздің жасап жатқан жұмысыңыз көңіліңізден шыға ма? Жан рахатын сезініп, құлшыныспен атқарып жүрсіз бе? Мәселен, бүгінгі кейіпкеріміз санаға сіңген нағыз стереотиптерге толып қалған қағидаларды бұзып өтіп, екінің бірі аяқ баса бермейтін тәуекелге бел буды. Себебі ол Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 4-ші курс студенті Арман Бекова. Биыл 57 жасқа толады. Студент Арман арманына белін бекем буып, көптің сөзі мен ойына мән берместен күндізгі оқу бөлімінде кәдуілгі студенттер секілді күнделікті тапсырмаларын қалт жібермей орындап келеді. Мұғалім мамандығына деген махаббаты оған осылайша даңғыл жол ашты. Денсаулығының ара-тұра сыр беретініне қарамастан, Арман апай сабақтан қалған емес, тіпті университет ішілік жарыстарға да белсенді қатысып, көрініс құру бойынша бас жүлдеге ие болып үлгерді. Құлағымда қазақша үн, жүрегімде қазақша мұң, көңілімде қазақша сыр, қиялымда қазақша жыр, мінезімде қазақы қыр болмысында қазақы терезем тең, артық емес кем. Сүйем, ойлайм, күлем, күйем, жылайм. Әлбетте, алғашқыда анамыздай адаммен бір топта қатар оқимыз деген ой үш иықтасақ та түске кірген емес. Себебі елімізде дәл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығына осынша жасқа келіп оқып жатқан жанды кездестіру өте сирек құбылыс. Алайда дәл осындай жан күні бүгінгі уақытта құрбымызға айналып кетеді деп кім ойлаған? Бұл бейнероликті көріп, кейбірі оданда немере жиендерін бағып үйде отырмай ма деп ойлау мүмкін. Алайда Арман апай үйде аяулы жар, балаларының ардақты анасы, немерелерінің асыл әжесі, замандастарының арасындағы жезтаңдай әншісі, бір сөзбен алғанда жан-жақты жан. Себебі Арман апай ән айтып, гитара аспабында еркін ойнай алады. Саған терді төгерем, бар нәрсені беререм, оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем, сен аман бол немерем. Ай, о, сен аман бол немерем. Арман апай қазіргі таңда университетке сабақ кестесі бойынша таңда келіп, сабақ соңына дейін қатысып, кеште шығады. Сабақтан шыға салысымен жолдасынан уақытша жырақта жүрген соң, ең әуелі оған қоңырау шалып, амандығын біледі. Алло, сәлем, қалғалай, не істеп жатырсың? Денсаулық қалай? Малдарды бәрін қамадың ба? Мен сабақ оқып жатырмын, ертең түркітануға кіріспе сабағы, соған дайындалып жатырмын. Енді Алла жазса 1-2 ай қалды. Ненің қаңтардың 29-нан 7 сәуірге дейін практика, Алла жазса. Үйге келем, енді шыда 1-2 айға. Сол телевизор істеп тұр ма? Телевизорың істеп тұр ма?
жарайды, қайырлы түн. кейін тамақ дайындап үй жұмысын орындауға кіріседі. Үзіліс кезінде уақытын тиімді пайдаланып, кітап оқуды да ұмытқан емес. Мен Арман Кәрбайқызы 1966 жылы Бурабай ауданына қарасты Абайхан ауылында дүниеге келген. Отбасымда 2 балам бар, 4 немерем бар, келінім бар. Қазіргі таңда жұмыс істеп, әр салада енді жұмыс істедім. Әр салада жұмыс істеп, Көше университетіне оқуға түстім. Оны тәмамдап ауылға келдім. Сол жерде 13 жыл қызмет істедім. Мектепте қызмет істедім. Тайыншығына ауданына қарасты. Нешінші жылы мектепке жұмысқа кірдіңіз? Киевка орта мектебінде. Нешінші жылы 2007 қолымды ары қарай жалғастырайын деген ниетпен осы Көкшетау мемлекеттік университетіне дайындалғалы жатырмын 4-ші курста. Міне қаңтар айында енді мемлекеттік практикаға барғалы жатырмыз. Сол мен енді отбасым, жолдасым үйде, балаларым енді өздері үйлі барымды болып кетті. Жолдасым үйде, жолдасым сол оқуымды жалғастырып деп маған ризашылығын білдіріп, жіберіп мені осы қалада жүріп жатырмын. Жолдасыма алғысым шексіз, ризамын. Мені қолпаштап, осылай білімімді шыңдауға жібергеніне ризашылығымды білдіріп, күнде қоңырау шалып тұрамын. Қазіргі таңда осы қалада университетте 4-ші курс тәмамдап жатырмын. Ең алғаш осы универге офлайн оқимын деген кезде қорқыныш болды ма өзіңізде? Офлайн оқимын деген кезде енді әр жерде де қорқыныш болады екен. Қорқыныш болды, бірақ сол қорқынышты жеңдім деп ойлаймын өзім негізі. Туыстарыңыздың, жалпы таныстары ауылдан туғаннан кейін көп қой, енді әңгіме көп жүреді. Әңгімеден қорыққан кездеріңіз болды ма? Әңгіме жүрді, көп әңгіме жүрді. Бірақ әркімнің өзінің пікірі өзінен, бірақ маған да енді ауыр тиді ондай сөздер. Бірақ мойымадым, жанымда жақсы адамдар болды, жолдасым қолдады, туған туысқан бауырларым қолдады. Солай жеңіп шықтым деп ойлаймын. Сосын арманым болған мен бала кезімдегі, менің ұстазым болған Сафура Бөленқызы деген алғашқы ұстазым болған мектепте. Сол кісінің тақтаға күн ретін жазып, бізге тақырып түсіндіріп, қазақ тілі әдебиетімен сол кісі сабақ берген керемет ұстаз болған. Сол кісіні өзім үйге келіп, сабақтан шыққасын, сол кісіні пародировать етіп, өзім бір тақтайша алып, соған бормен жазып, сабақ түсіндіріп жатқан сәттерін өзім сол кісі сияқты болып жасап, інілеріме, сіңлілеріме солай көрсететін бала кезгі арманым ұстаз болды. Сіз сияқты сіздей жасқа келген, бірақ әлі осындай қорқып жүрген, көптің сөзінен, көптің несінен, пікірінен қорқып жүрген адамдарға қандай кеңес бересіз? Көптің сөзі деген өлмеу керек деп ойлаймын. Жүрекке жақын алмау керек. Қандай мотивация бересіз ол кісілерге? Мотивация беремін. Әрқашан жарқын жүру керек. Адам өзіне сенімді болу керек деп ойлаймын. Бастысы сенім. Мүмкіндік болса, сіз қазір бакалавр оқып жатсыз, магистратураға, докторантураға түсер ме едіңіз? Егер денсаулық болып жатса, енді бала-шағам бар, үйлі баранды болып кетті ғой. Олар оқып жатқанына қарсы емес, жолдасым да қарсы емес. Олар қолдау білдіре берсе? Өмір бақи қолдау көрсетіп келе жатыр. Қолдау көрсетіп деп ойлаймын. Магистрда оқығым келеді. Күшті. Нағыз әмбебап мұғалім қандай болу керек деп ойлайсыз? Жақтылығымен,
кез келген мәселелерді шеше алатын сондай білімді білікті маман болу керек деп ойлаймын. Міне, қоғамымызда өз мақсатынан қаймықпай, дәл осылай ұмтылған ерлікті істі екінің бірі қайталай алмасы анық. Ал сіз арманыңыз үшін мұндай тәуекелге бара алар ма едіңіз? Пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз. Бүгін бір жетіспейтін теле жапты. Мен типа қара бір нәрсеге жетектеріне қарайсыңдар ғой. Қара ағылшын сені бір нәрсе.